Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 77-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен 44-ші тапсырмаға назарымызды аударамыз. Бұл тапсырмада сурет бойынша әңгіме құрастырып жазу керек. Әңгіменің тақырыбы 8 қырлы бір сырлы. Менің 8 қырлы бір сырлы достарым көп. Олар Диас, Сәуле және Анар. Диас ағаштың көмегімен әртүрлі әдемі заттарды жасайды. Қолынан жасаған заттарды сыныптастарына береді. Сәуле мен Анардың қолынан да әртүрлі зат жасау келеді, бірақ екеуі текемет басуды жақсы көреді. Оларға текемет басуды әжелері үйреткен, ал мен тоқымашы болғым келеді. Сол себепті үйірмеге белсенді қатысамын. Бұл жерде бізде достарым, сыныптастарына деген сөздерді талдайтын боламыз. Достарым сөзі бірінші жақ жекеше түрде қолданылып тұр. Сыныптастарына деген сөз үшінші жақ көпше түрде қолданылып тұр. Келесі орындайтын тапсырмамыз 45-ші тапсырма. Мәтінді тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жазу керекпіз. Ақши Аминаның ауылы. Ауылда ши өседі. Амина бір бума ши әкелді. Шешесі одан ши тоқиды. Ши тоқу өнер. Тәуелдік жалғаулы зат есімдердің астынсыз. Ауылы, шешесі. Бұл жерде ауылы және шешесі дегендегі әріптері тәуелдік жалғау үшінші жақ жекеше түрде қолданылып тұр. Келесі орындайтын тапсырма, 46-шы тапсырма, сызбадағы ши түрлерін дерек сөзден біліп ал. Ши, ақ ши, ораулы ши және де шым ши түрлері берілген. Жалпы ши дегеніміз ұлттық үй жиһазы, оның 3 түрі бар. Олар ақ ши, ораулы ши, шым ши. Ақ ши жүн орамаған құр шиден өзінен тоқылып жасалған төсеніш немесе киіз үйдің және тұрмыста қолданылатын бұйым. Ораулы ши. Түске боялған жіптен оралып тоқылған сәнді ши. Шым ши. Әрбір талының сыртына бояулы жүн орап тоқылған ши.